Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кондитерлік фабрикада. Мақсаты тағамның дайындалу ретін ауызша және жазбаша түсіндіруді үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «В кондитерской фабрике». Сегодня научимся объяснять порядок приготовления еды. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: кондитер, қоспалар, добавки, суыту, охлаждать, еріту, растворить, безендіру, украшать. Қайталаймыз: кондитер, қоспалар, суыту, еріту, безендіру. Жарайсыңдар оқушылар. Енді сөздерді есте сақтау үшін суретке қарап қайталаймыз. Қоспалар, суыту, еріту, безендіру. Жақсы, енді келесі тапсырма осы сөздермен сөз тіркестерін құрау. Ребята, следующее задание — составить словосочетание с этими словами и записать его в тетради. Енді мына суретке қарап, мәтіннің не туралы болатынын болжаймыз. Ребята, посмотрите внимательно на картинки и попробуйте предположить, о чем будет текст. Енді мәтінді, яғни диалогты оқимыз. Қараңыз, мынау сүт қой, солай ма? Иә, сүт басқа қоспалармен араласып жатыр. Қандай қоспалармен? Ұн, тұз, ас содасы, қант, жұмыртқа, какао, ванилин, май. Не деген көп сүт? Иә, бізге торт пісіру үшін сүт көп керек. Міне, қараңдар, жаңғақ қосып жатыр. Мұнда жаңғақтар үгітіледі, уақыт алады, содан соң ол да миксерге салынады. Керемет, шоколадты қараңдар. Шоколад жегім келіп тұр. Бұл жерде шоколадты күтеміз, содан соң ерітеміз де торттың бетіне құямыз, безендіреміз. Құлпынай, апельсин, банан. Бұлар тортты безендіру үшін керек. Жақсы балалар, мәтінді тағы бір рет оқимыз, аудармасымен танысамыз және үшінші тапсырманы орындаймыз. Сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін айтамыз. Ребята, в этом задании вам нужно по тексту определить правильные предложения. То есть, если предложение правильное, вы голосовым сообщением отправляете своему учителю. Енді келесі төртінші тапсырма: жақшаны ашып жаз. В этом задании вам нужно будет предложение написать в будущем времени. Мысалы, шоколадты үгіту. Это предложение нам нужно написать в будущем времени. Для этого мы глаголу добавляем суффиксы будущего времени и окончание. Правильно будет шоколадты үгітеміз. То есть к основе глагола үгіт мы добавили суффикс «е» и окончание первого лица множественного числа «міз». И в переводе будет «мы измельчаем шоколад». По данному образцу вам нужно записать эти предложения в будущем времени. Ендігі сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңыз.